Yani bala tutarsanız tutamız. Dost bolamız bərimiz. Bu benim bu benim kardeşim. Bilmeyiniz yemiz. Bölmeyiniz yemiz. Üstüne tasarımız kendi. Silayımız kişiye tasarımız. Жақсыдан үйренеміз. Жаманнан жиренеміз. Ой жарайсың бала, олай болса мына жерде сендерге жазылған сендердің аттарыңды алып, топтасып отыра қаламыз жайымызға. Тура. Ерасыл. Асел. Раяна. Раяна. Сөздерді буындап және тұтас оқимыз. Сөздегі буын санын анықтаймыз. Әрбір дыбысын жазып үйренеміз әркім. Саралау тапсырмаларын орындаймыз балалар бүгінгі сабақта. Ал балалар, алдымен сабақ бастамастан алдыңғы білімді ескеріп түсірейік бізде. Қазақ тілінде неше әріп бар балалар? Нешеге бөлінеді? Қандай қандай? Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Қандай қандай бар? Ал дауысты дыбыстар шы? Қандайға? Өткен сабақта біз сендермен қандай әріп? Қандай әріп? Ж дыбысынан келетін қандай сөздер білеміз? Адамның атын, ж дыбысынан басталатын. Жолбарыс. Жолбарыс. Сен адамның аты да бар, тағы да? Көп қой. Жандос, тағы да кім айтады? Айтады, қандай? Жандос, тағы да? Жолбарыс жарайды. Ал екінші топ ж дыбысынан басталатын жем шелектерді айтамыз. Жүзім. Жаңғақ. Тағы жүреді. Жарайсың. Ал үшінші топ ж дыбысынан келетін жан-жағына оқырады. Жираф. Жолбарыс. Тағы да? Балық. Ат. Жоқ, тағы да? Жылан. Жарайсыңдар балалар. Олай болса тән балалар тақтадан бұның сөздерін оқиық. Қараймыз. Қолымыз көтереміз.
Әркім Енді мына келесі сурет кім суреті? Әпке сөзін буындап оқиыншы кәне. Әпке сөзінде басары қандай? Келесі суретке қараймыз. Кімнің суреті? Дәрігер сөзін буынға бөліп оқиыншы. Суретте не бейнеленген?
мағынаны білдіреді. Ал салтанатты әнді біз үлкен іс-шараларда, жарыстарда қоямыз. Ал бұл әннің сазы, музыкасын, сөзін естіген кезімізде бізде патриоттық сана сезіміміз оянады. Балалар, шаттық, қуанып, үлкен қуанышқа бөленеміз. Ал осы мәтінді балалар қазір енді мәтін, әнұран деген мәтінді қолымызды көтеріп, мұнда оқимыз енді. Бәріміз бірінші топ қараймыз. Әнұран. Әнұран. Рәміз. Қолымыз көтереміз. Оқимыз мұнда. Ол жарыстарда. Ең асып оқимыз.
bitti. Yeni isteyiniz. Kızıl, bu kalan. Biz kavga sayınız. Davutluğusa kanday tüpeye vermeyiz balar. Videolarda balakaylarını kılgınca sayınız ya. Yani muzikanı koyarız. Kelesi tapsırmada ballar bizge. Topluq жұмыс жасаймыз. Kelesi tapsırmada. Birinci top. Әдемі тәтті дәмді кәрі сөздер беріледі. Осы сөздерді ұйқастырып бір-бірі ұйқасын табамыз. Мама сен қайда? Топтық жұмыс жасаймыз. Сызыңдар. Ой, молодец. Смайл. Фломастер бар еді ол бала? Фломастер бар еді. Ал екінші топ. Қарамаған сөзді табамыз. Кәрі, тәтті, дәмді, әдемі сөздер, қарамаған сөзді табамыз. Үшінші топ. Әдемі, дәмді, кәрі, тәтті сөздерін сөйлем құрастырып отырыңдар. Бір-бір сөйлем. Бір-бір сөйлем құрастырып отырыңдар. Бірінші топ. Сөздер бір-бірмен ұйқастырамыз. Топтар сөздер табамыз. Ал екінші топ. Қарамаған сөздерін табамыз. Ал үшінші топ. Ал бірінші топ жауап беремін. Өте жақсы. Бұл топқа кез келген бала қоямын, өте жақсы. Кел, шықманда қалу.
ya. 3 topa bes degan vaqtni olyapti. Ama bir de bak. 3 topa bes degan. Hadi olar. Yine olar. Yerga suydi. Hadi ben. Hadi suydi. Qarnashi ber. Hadi ben. Suydi. Qayerga kelgan? Basın. Yer qarang. Birinchi top. Ikkinchi top. Damda so'zingga qayerga kelib tur. Adisi qayerga kelib tur. Ismoil. O'rtasida jaraysizlar. Ikkinchi top. Qayerga degan so'zni adisi qayerga kelib tur. O'rtasida. Uchinchi top. Katta. Bugungi sababimizda adis men tanishtirgan bolalar qanday deb tushunadi. Adisi qanday deb sekin. Al endi adisni qanday so'zlar beradi ekan? Birinchi top. Adisni qanday so'zlar beradi aytamiz. Adisni. Hada. Sevgili degan so'z qayerdan keladi adisi? Adamning atidan qanday adisidan boshlanadi adamning ati? Asim degani. Asim. Al ikkinchi top adisidan qanday so'zlar bilamiz? Qanday so'zlar bilamiz? Nuran degan bolasi? Ya, bolalar. Adis men tanishdim. Surat bo'yicha angima jasadik va surat bo'yicha angima jasadik. Suratda biz kimlarni jinimizni ko'rdik? O'quvchilar. Suratda kimning beynisini ko'rdik? O'quvchilar. İlyas bitirince Aslanbek'e 5, ikinci topkada 5, 3 topta 1 değil. Cevap verdi. Al, öte жақсы cevap veriyorsun. Жақсы okugan için yer asıl. Üzdük okuşu geliyor. Üzdük okuşu öte minutuna 35 сөзге дейін жеткізеді. Өте жақсы. Раян екен, үздік оқушы. Айлақзам. Үздік оқушы. Смайл. Айлақзам, Смайл. Asılcan, Aknazar. Şimdi bizim tovumuzun üzdük okuşlar minutuna 35, 30 sözге дейін оқиды ya балалар. Сұрақтарға жақсы жауап бер. 3 топқа да өте жақсы деген бағамен бағалаймыз. Бірінші топ өте жақсы, екінші топ өте жақсы, үшінші топ өте жақсы. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыз ұнады ма? Ұнаса, өзіміздің қандай сабағымыз жақсы өткенін өзіміздің сезімімізді рефлексия арқылы мына жерге белгілейміз. Міне сабақ өте ұнады. Белгілейміз. Мына жерімізде бар ғой стикерлеріміз. Сонымен апарып белгілейміз. Өте жақсы өткен. Өте ұнағанымыз ұнаған жерге қоямыз дейміз, иә? Түсінбесек түсінбес деп қоямыз. Сабағымыз
жаңа айтқаныма де өте жақсы. Ал балалар бүгінгі сабағымыз ұнаған болса үйге